Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында тез дайындалатын альфредо пастасын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып, қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін макаронымызды салып, оның үстіне аздаған тұзымыз бен сұйық майымызды қосып, жақсылап пісіреміз. Піскен макаронымызды жеке бір ыдысқа судан шығарып аламыз. Табамызды қыздырып алып, бір ас қасықтай сұйық майымызды құямыз. Одан кейін 2 сарымсағымызды салып, 1 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін тауықтың төс етін ұзыншалай етіп турап қосамыз. Үш минуттай қуырып алғаннан кейін қуырылған сарымсақтарымызды алып тастаймыз. Үстіне сары майымыз бен қызанағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соң, дәміне қарай тұзымыз бен бұрышымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, 1 минуттай қуырамыз. %20 200 мл сливкімізді қосып араластырамыз. Одан соң піскен макаронымызды қосамыз. Жарты стакан макаронның суын қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Соңына үстінен үккіштен ірімшікті өткізіп қосамыз. Біздің пастамыз дайын, өте дәмді болып шығады, әрі тез дайындалатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де рецепт ұнаса каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Ас болсын!